ал оқытушының, ұстаздарының құқығын қорғайтын бірде-бір заң жоқ. Мысалы мектепте мұғалімге кәдімгі балағаттап кетуі мүмкін. Мұғалім ештеңе істей алмайды. ОБТ-ға жан таласып дайындалады. Тесттің жауабын жаттау. Басқа нәрсе жоқ ол жерде. Ол жерде бір дамытып. Енді оны түсінбеген адамды жауыз деп немесе жау деп айтпасқа амалым жоқ. Дүмше молда деген сөз мода болып кетті ғой қазір. Дүмше PhD деп айтар едім оларды. Ал Израильде бүгінге дейін сол Киселевтің кітабымен оқытады. Мына репетиторларды салықтан босату туралы заң қабылдау. Бұдан шығудың жолы бар ма деген сұрағымыз туып керек. Шығудың жолы бағанағы мен айтқан емтихан қабылдаушы штат. Құрметті көрермен қауым, қазақ елі, ассалаумағалейкум. Бүгінгі біздің тақырыбымыз әрбір азаматты бейжай қалдырмайтын ұрпақ тәрбиесі және білім жөнінде болмақ. Жалпы білімнің саласының бүге-шүгесін талдауға тырысып бағамыз. Себебі артымыздан еріп келе жатқан ұрпақ ол біздің болашағымыз. Ол болашақ елдің болашағы, ұлттың болашағы. Сондықтан да біз бала тәрбиесіне немқұрайды қарай алмаймыз. Сондықтан біз бүгінгі кезекті сұхбатымызға әдеттегідей осы саланың маманы 56 жылдан бері ұлттық жоғарғы оқу орнында ұстаздық етіп жүрген ағамыз, өздеріңізге кеңінен таныс профессор ғалым Тұрсынбек Қажы Елдесбай ағамызды шақырып отырмыз. Біз әдеттегідей сұхбатымызды жалғастырамыз. Аға, сұхбатымызға қош келіпсіз, арнамызға. Құрметті көрермендер, біздің арнамызға жазылып, лүпіл білдіріп, ой пікірлеріңізді жазып отырыңыздар. Біз міндетті түрде қарайтын боламыз. Балабақшада қазіргі көп балдардың арасында кездесетін нәрсенің бірі 3-4 жасқа дейін келіп, әлі шейін тілі шықпай жатқан балдар бар. Олар бұның шешімін әрбір бүгінде балабақшада логопедке апарды, тілін ашады дейді. Бірақ ғасырлар бойы осы тарқап жатқан ұрпақ ешбір мәселесіз-ақ тілі шығып, еркін сөйлеп жүрген адам еді, ұрпақ еді. Бірақ дегенмен бүгінгі осыған не себеп болды? Ол логопедке бару мәселелер шешіліп жатқан жоқ бір. Екіншіден кезеңде балалар үндемей іштей тынып қалады, сөйлеу жоқ. Соның салдарынан оларды енді психологқа апар дейді. Яғни кезеңде бүгінгі тәрбиеленіп жатқан ұрпақта біз көп нәрсені дұрыс бермей жатырмыз ба деген сұрақ өзінен өзі туындайды. Сонда бұл біздің балалар тәрбиелеп жатқанымыз бағытымыз жалпы қаншалықты дұрыс, бұл біріншіден. Екіншіден кезеңде енді білім болғаннан кейін әрине қазір балабақшада жоғарғы топ балдарына мектептің программасын оқып, мектепке дайындық жасай бастайды. Бұл қаншалықты қажет? Осы нәрселерді өзіңіз талдап түсініп беріп кетсеңіз. Дұрыс айтасыз. Біздің қазіргі балабақшада қиын проблемалар өте көп. Оның бастысы жаңағы өзіңіз айтқан балалар бірімен бірі сөйлесе алмайды. Үйдегі тәрбиеде солай. Қазір әке шешесі де қолы босаса, әжелері болатын болса, әжелерінің өзі соткаға үңіліп отыр. Ана немересіменен, немесе шөбересіменен сөйлесу деген нәрсенің бәрі қалып бар жатыр. Ал өсіп келатқан жас бала ойынменен, өзінің қатарыменен, өзінен үлкен балаларменен сөйлесіп, соларға еліктеп, тілі шығып, солардың іс-әрекеттерін қайталап, бала жетіледі. Бізде оның бірде-біреуі жоқ. Қараңыз, кіші топ дейді, младший группа орысшасы. Оған жастар бірдей балдарды алады. Біріне бірі көрсететін үлгі жоқ. Сондай. Сосын ойнаған кезде де аулаға шығып өздерінің әрқайсының бөлек-бөлек площадка дейді, сондай бар. Онда да қамап қояды сол жерге. Барлығы деңгейлері бірдей балалар. Бірінен бірі үлгі көрсететін де жағдай жоқ. Ал не қылу керек еді? Сол балалар ересек топтың балалары мен орта топтың балалары, кіші топтың балалары бірге ойнау керек еді. Бұның бірде-біреуі жоқ. Қазір 70 жыл болды ма, 80 жыл болды ма осындай үлгі. Содан кейін жаңағы өзіңіз айтқандай, сол 5 жастан бастап қазір баланы отырғызып қойып, мектептің бағдарламасын үйретемін деп әлек болады. Бұл барып тұрған бассыздық қате. Себебі 7 жасқа толмаған бала ол әріпті үйренуге, жаңағыдай мектептің бағдарламасын игеруге де шамасы жоқ. Кейбір қабілетті балалар болады, мүмкін солар игеру. Жалпы
көпшілік оны игере алмайды. Сондықтан мына мен өзімнің мақалаларымда, кейбір әңгімелерімде, орталарда айтып жүрмін. Жалпы баланы 7 жасқа дейін тек ойын ретінде, ойынның барысында бала кей нәрсені үйрену керек. Тіпті жаңағы санаудың өзін, кейбір әріптердің өзін солай үйрену керек. Ал жаңағыдай отырғызып қойып, қадап, қолына қағаз беріп, қалам беріп, былай ет деген нәрсе баланың ішкі қарсылығын тудырады. Баланың балалық шағын біз солай айтқанда қолдан ұрлап немесе тіпті жойып отырмыз деуге болады. Айтып отырғаныңызға мен қосыламын. Енді бұл әрбір халықтың өзінің ұлттық бір салт дәстүрі бар, әдет ғұрпы бар, өзінің бейімделген, яғни өз менталитеті бар, ұлттық коды бар. Бірақ дегенмен біз бүгінгі көп жағдайда осы нәрселерден алшақтап кеткен жоқпыз ба? Себебі шеттен көшіріп жатқан нәрселеріміз көп. Қайта айналып жаңағы балабақша мәселесіне келетін болатын болса, балабақшаларда қазіргі толып жатқан болатын бір іс-шаралар, яғни утренниктер дейді, тағы басқадай. Бұлардың бәрінде негізінен алған кезеңде анимациялық тұрғыдан кейіпкерлерінің бәрі бізге жат, пікірі де, ойы да, яғни алған кезде біздің көзқарасымызға сәл келіңкіремейтін жақтары көп. Осы нәрселермен алданып жүрміз. Біз өзіміздің ұлттық нақышын әлде қайда алшақтап кеттік. Яғни алған кезеңде, бұрын кезеңде әжелер ертек айтып баланы ұйықтататын. Баланың тәрбиесімен ата әжелер айналысатын. Өкінішке орай, өзіңіз шетін айтып кеттіңіз, бүгінгі күндегі ата әжелеріміз ол өзінің толып жатқан көрсек, қалаулы, тағы бір толып жатқан ток-шоуларға қараумен әлектеп отыр. Бүгінгі күнде немерелерге қарайтын ата әжелер қалмады. Ал енді аналары болатын болса, тек қана баланың қолына сотка ұстатып қойып, өздері жаңағы түрлі сайттарда, чаттарда отырған жайы бар. Сонда бала тәрбиесін біз көшеге қалдырып қойған жоқпыз ба? Дәл солай. Бала өзімен өзі қалды, оның ішінде бұрын далада, көшеде ойнап, өзінен үлкендерге еліктеп, жаңағы айтқандай, ойынменен тәрбиеленетін еді. Қазір қолына 1 жасар, 2 жасар баланың қолына сотка ұстатса, ол шығып отырып, әлгі керек нәрселерін өзіне, керек па керек емес нәрселерді тауып алады да, соған үңіліп жатқаны. Бұл енді проблема үлкен. Екінші жағынан жаңағы өзіңіз айтып отырған балабақшалардағы іс-шаралардың барлығы тіпті ақылға сыймайтын, біздің емес жалпы адамгершілікке жатпайтын нәрселерменен кәдімгі тәрбиелеп жатыр. Ол улау, шулау деген, мысалы, біздің қазақта ешқандай ондай нәрсе болмаған. Воу деп бәрі айқайлайды кәдімгі, шыңғырып кеткендей. Бұл біздің халыққа жалпы адамгершілікке жат нәрсе. Бірақ қазір кинотеатрға барсаңыз, театрға барсаңыз, концертке барсаңыз, сол вау деген айқайдан басқа ештеңе естімейсіз. Бұл хайуан болып кеткенмен бірдей менің ойымша. Содан кейін тағы бір айта кететін нәрсе, мысалы, бұрын қазіргі біздің енді мықты азаматтарымыз, бұрынғы қайраткерлеріміз бала күнінен атасының қойнында отырып, үлкендердің әңгімесін тыңдап, салалы әңгімелер тыңдап, солай тәрбиеленген болатын. Сол бала күнінен бастап құлағына сіңіп, қарапайым нәрселермен тілмен айтылған кездерде, сол бүкіл біздің бабаларымыздың қорытқан тарихи жаңағы мәселелерді, болмаса адамгершілік мәселесі жөнінде белгілі билеріміздің, хандарымыздың, батырларымыздың, қолбасшыларымыздың іс-әрекеттерін сонда естіп, соны бойына сіңірген болады. Оның бірде-біреуі жоқ. Жерде сізбен мен толық қосыламын айтқаныңызға. Енді бүгінгі қоғамда жалпы ата-ана баладан ақша аямайды. Яғни алған кезеңде олар мүмкіндігінше жаңағы түрлі шығармашылық орталықтар болсын, кружоктар болсын, немесе спорт шаралары болсын, әртүрлі бір нәрсеге қатыстырып, бір нәрсемен айналыстыруға тырысып бағып жатыр. Осыған сай болу керек. Бұл бүгінгі күнде қадам сайын жеке балабақшалар көбейіп кетті. Жаңағыдай орталықтар көбейіп кетті. Бұлардың бәрі әрине бұны кәсіп қылып айналып отыр, керек те шығар белгілі деңгейде. Бірақ дегенмен бұлардың қатары өте көп болып кетті. Бірақ бәрінің мақсаты бірақ нәрсе қайтсе ақша табу. Яғни қаржы көзіне айналды.
Бұл да мен ойлаймын белгілі бір деңгейде бір әйтеуір жаппай сол ізге түсіріп алудан басқа еш нәрсе шығып жатқан жоқ сияқты. Себебі олардың бәрінде білікті маман жүрді, мен өз басым айта алмаймын, біріншіден. Екіншіден алған кезеңде бұрын ол 90 жылдарға шейін бала әдебиеттеріне көңіл қатты бөлінетін. Ояқта бала әдебиеттер бір белгілі цензурадан өтетін. Бүгінгі күнде біз өкінішке орай біздің қоғамда бала әдебиетімен айналысып жатқан сондай бір кең ауқымда айналысып жатқан мен орталарды естімеймін. Шығып жатқан бала әдебиеттерінің бәрі азын-аулақ қана, көп деп айта алмас едім. Себебі кітап дүкендеріне кіретін болсаңыз, негізінен басым көпшілігі Ресейден келген орыс тіліндегі еңбектер. Яғни алған кезде ертегілер, сказкілер, анау мана толып жатқан нәрселер. Бірақ соның ішінен 1-2 қазақ ертегісін тапсаңыз табасыз, таппасаңыз о да жоқ. Егер бізде болып жатқан бір балалар әдебиетін қарайтын болсаңыз, өте жұпыны, себебі ол көшірме. Яғни алған кезеңде не сол батыстікі, немесе сол орыстікі, болмаса түріктікі дегендей көшірме дәлме-дәл сол қалпына қояды да, бұны балаларға қызық емес. Біріншіден қызық емес, екіншіден алған кезде оны қажет деп таппайды, себебі басқа тілде оқытқаннан кейін. Енді олай болатын болса, біз бірінші кезекте бүгінгі біздің мемлекеттің назарға алатын нәрсесінің бірі бала әдебиетіне көбірек көңіл бөлу керек шығар. Сіз айтып отқан дастандар, ертегілерді естіп өстік өзімізде. Сонымен тәрбие алған ұрпақпыз. Бірақ бүгінгі оны айтатын ата мен әже болмағаннан кейін, бұл енді бір осы бағытта бір ұлттық нәрсені насихаттайтын, бір ұлттық рухты оятатын нәрселерді мемлекеттің деңгейінде жасауды керек емес пе? Бұған қалай қарайсыз? Дұрыс айтасыз. Жалпы мемлекет, үкімет қолға алам десе, бұл шешілетін мәселе. Жаңағы өзіңіз айтып отырған жекеменшік балабақша. Ол жерде не болып жатқан, қандай жағдай болып жатқан, балаға қандай тамақ беріп жатырған, барлығын бақылауда ұстауға болады. Қалай дейсіз ғой? Бізде қазір Құдайға шүкір техника дамыды. Керек болатын болса, жасырын камералар қойып көру керек. Дыбысыменен, бәріменен жан-жаққа беріледі. Қайда берілу керек? Біріншіден ағарту министрлігіне, Министерство просвещения. Екіншіден администрация президенті. Үшіншіден прокуратура. Төртіншіден ішкі істер министрлігі. Осындай жерлердің барлығына қойып қою керек. Барып тұрады, жазылып тұрады. Керек кезде, кнопканы басқан кезде кез келген нәрсе шығады. Оған Құдайға шүкір қазір техниканың мүмкіндігі бар. Сонда жаңағы жекеменшік балабақшаның иелері, оның қызметкерлері барлығы аяғын қазақша айтқанда айылын жиып жүреді. Бұл бір мәселе. Екінші мәселе, балаларды тәрбиелейтін кітап, кино, мультфильм, бұлардың барлығынан біз қазір айтайық, енді егемендік алғанымызға 32 жыл болатын болса, сонша жыл біз кешелдеп қалдық. Оны мойындауымыз керек. Әлгі ауруын жасырған өледі дейді қазақ. Біз енді соның алдында ғана тұрмыз. Себебі сіз айтып отырған мәселе өте ащы, өте қажет, шешуін күттірмейтін мәселе болып тұр. Бұған үкімет шын араласам десе, оны мәселені шешуге болады. Жаңа сіз айтқан сосын спортқа, басқа кружоктарға, үйірмелерге үкімет болғанда жергілікті бюджеттен ақша бөлінетін сияқты, бірақ ұйымдастыруы кеше сезі берген неден көрдім, ешқандай сын көтермейді. Болғаны бір ауданға бір сағаттың ішінде сен тіркел дейді, онан кейін бір сағаттан кейін екінші ауданға көшіп кетеді, Алматының мысалында. Шынына кезінде қалай болу керек? Менің балам қазір 5 жаста болатын болса, мен 6 жастан, не 7 жастан сол баланы жаңағыдай спорт мектебіне, болмаса шахмат клубына, тағы нәрселерге беретін болсам, ол ашулы тұру керек жаңағы. Мен қай уақытта болса да өзім әлгі арызымды, өтінішімді түсіремін сол жерге, сосын бір орталықтан соның бәрін іріктейді. Ол қиын емес, оны компьютер өзі жасайды, программа өзі жасайды. Сосын мынау ауданға мінекей бәлен адам тіркелді, сонша орын бөлуіміз керек. Екінші ауданға бәлен адам тіркелді, айталық аздау. Бұған бәлен орын бөлді. Бұның барлығын оп-оңай шешуге болады. Тек мүдделі басшылар болу керек. Бізде қаланың әкімінің орынбасары бар, осы білім, ғылым, мәдениет жағын басқаратын. Соның тікелей қарамағында болу керек. Жаңа кеше сіз жіберген нәрсені көрдім де, мен тіпті қарным ашты. Біздің әрбір Алматының аудандарында 200, 250, 300 мыңға дейін халық тұрады. Оның барлығы қай уақытта жаңа бір сағатта тіркеліп үлгереді.
бұл барып тұрған бассыздық немесе әдейі жасалып отырған жауыздық деп атар едім мен. Енді оны түсінбеген адамды жауыз деп немесе жау деп айтпасқа амалым жоқ. Оның бәрі көрініп тұрған нәрсе. Енді балабақшадан кейін баланың барар жері әрине мектеп. Мектеп болғаннан кейін бұл кеше кеңес дәуірінде мектепке жалпы 7 жастан бастап бала алатын. Бүгінгі күнде 5 жастан да барып жатыр, 6 жастан да барып жатыр. Ал енді бұрын бастауыш класстар 3 жыл болатын, 1-ші класста бастауыш бітетін. Бүгінгі күнде нолевоймен есептегенде бастауышыңыз 5 жыл болып кетті. Яғни кезде баланың уақытын сарып кетіп жатырмыз. Біріншіден кезде оны ерте мектепке байлап партаға отырғызып қойып жатырмыз. Екіншіден алған кезеңде ол баланы жаңағы әртүрлі зар жақып күнде бір нәрсе айтумен шаршатып жатырмыз. Енді осы мектепке бастауыштың 5 жыл болуы қаншалықты керек? Екіншіден алған кезеңде небір пысықайлар 5 жасынан бастап баланы мектепке бере бастайды, ертерек кірсе бала қабілетті болады, ертерек оянады, ертерек жетіледі деген ұғымдары бар. Жалпы осы нәрселерге қалай қарайсыз? Педагог ретінде. Мұны 5 жас емес, баланы 6 жастан оқытудың өзі далбаса. Мұны кезінде Аманашвили дейтін біреу бастады. Оған енді тапсырма берілген болу керек. Бүкіл біздерде эксперимент, басқа-басқаның барлығын керек бағытқа бұрып жіберуге болады. Сөйтіп 6 жастан бастап оқытуды солардан бастап. Бұл барып тұрған қате. Мен 2 мысал келтірейін. Мен кішкентай кезімде қабілетті болуған болуы мүмкін, басқа қатарларымнан ілгері тұрған болуы мүмкін. Сол менің туысқандарым мені 6 жастан мектепке берді. Сосын әлгі сұрастырады ғой, балаға жақсы, былай дейді, бірақ мен сол 1 ай оқыдым да ауырып қалдым. Сосын 7 жас емес, 8 жастан мектепке баруға тура келді. Ана аурудан жазылсын деп мені мектепке бермеді. Сонда қарасам, ана 1,5 ай оқығанымнан миымде ештеме жоқ. Ал 8 жастан бастап оқығанда қай сабақтан, қандай сұраққа қалай жауап бердім, қандай баға алдым, қай мұғалім сабақ берді. Менің класстастарыммен кездескен кезде сол әңгімелерді айтып отырсам таң қалады. Ол өз басымдағы мысал. Сосын менің үлкен балам қазір ғылым докторы, профессор, шешесі мұғалім болатын, сол мектепке барып жүріп, 6 жастан мектепке бердік. Әркімнің баласы өзінше бір дарынды, керемет болып көрінеді. Ол жас кезде әсіресе сөйтіп 1 класты бітірді, 1 сыныпты. 2-ші сыныпта қысқы каникул бітіп жатыр. Таңертең енді 7-терде ояту керек қой. Оятсам, балам көзі жыбырлап жатыр, білмейді ғой, жұмып ашпайды. Сосын ойладым, мен 2-ші сыныптан бастап 10-ші сыныпқа дейін мұны әлгі итермелеп, зорлап мектепке барғызатын болсам, бұл баладан ештеме шықпайды. Ол кезде шешем тірі, ауылда тұрады. Мектептен баланың документін алдым да, ауылға барып оқиды деп, документті үйге тығып тастап, әжесінің қасына жібердім. Ауылға барды, қойды айдайды, ешкіні қуалайды, ылақты қуалайды, есекке мінеді. Бала августке дейін жүрді. Сосын августте қайтадан алып келіп, басқа мектепке бердім. Қайтадан 2-ші классқа. Сол бала енді қазір ғылым доктор, профессор, бірнеше жоғары оқу орнында проректор болды, президент жанындағы академияның кафедрасы меңгерушісі болды. Міне 2-ші мысал. Демек, осының өзінен қорытынды жасауға болады. 6 жасар бала менен 7 жасар баланың арасындағы даму процесін айтамын да, даму, қабылдау деген нәрсе жер мен көктей. 5 жасар бала туралы айту жерде артық оқу. Бұл енді барып тұрған білместік деп айтам ба, ақмақтық деп айтам да, оған енді тіпті сөз табылмайды. Менің туысқандарым барлығы мен үгіттеймін, балаларыңды 7 жастан берің деп. Барлық балалар, менің Құдайға шүкір 6 балам бар, біраз немерелерім бар. Солардың барлығын мүмкіндік кесе 7 жасқа толғаннан кейін мектепке бергіземін. Олай болатын болса, жалпы жаңа тіл мәселесіне оралатын болатын болсақ, тілінің шығуын жаңа айтып кеттік, балабақшадағы жағдайды айтып кеттік. Бірақ көп жерде ата-аналар осының кесірінің бәрін бір түрлі нәрсеге жауапты жүр, логопедпен жұмыс істеп жатыр, бірақ тіл шықпай жатыр. Оның басты мәселесі менің түсінігімде, бала туылғаннан бастап қолына соткы ұстатамыз. Соткы ойылып отырған бала, онымен қарым-қатынас тіл жоқ.
Ол енді көретіннің бәрі не орыс тілінде, немесе шет тілде, немесе ағылшын тілі, қытай тілі, әртүрлі тілде шығып жатқан нәрселер. Қызылды, жасылды қызықтырған нәрсе. Соған қараған бала соған қарап отырады, бірақ олармен қатынас жоқ қой енді. Ол жақ сөйлеп отыр, бұның берер жауабы жоқ. Соны тыңдаумен тек қана бір жақты оқып қалғаннан баланың сөйлемей қалуының басты қателігі осы шығар деп ойлаймын. Екіншіден алған кезеңде осының жалғасы. Совет өкіметінің заманында жалпы шет тіл деген нәрсені 5-ші сыныптан кейін ғана қосатын. Дұрыс айтасыз. Ал бүгінгі күнде біз 3 тілді мектептерде 3 тілді оқыта бастадық. Ол бастауыш класстан басталып кетіп жатыр. Өз тілін игеремей жүріп, өзінің ұлтын, өзінің дәстүрін, жалпы өзінің болмысын тани алмай жатқан балаға шет тілін қосудың қаншалықты қажеті бар? Қосылсын, керек, шет тілін үйрену керек, барлық тілді білу керек. Мен бұл тілді үйрену керек деген сөзін айтып отқан жоқпын. Бұл жерде сәл ертерек қосып қойып жатқан жоқпыз ба деген сұрақ туындап отыр. Ал енді сол игеретін бала, сол 5-ші класстан кейін сол заманда оқығандардың өзі тіл игеріп шығып жатты ғой енді. Сөйлеп те жатты. Ал енді олай болатын болса, осы бастала салып шет тілдерін кіргізуге қалай қарайсыз? Алғашқы сұрағыңыздан бастайық. Жалпы кішкентай бала бір сөзді игеріп, оны керек кезінде қолдану үшін оны кем дегенде 70-тен 200-ге дейін, кейбір бала 500-ге дейін қайталау керек. Бұл белгілі нәрсе. Ал қазір соткеге қарап отырған бала бір сөзді айта алмайды ғой. Сосын жаңағыдай тағы да қайталап айтайын, өзінен үлкен. Бұрын үйде 5-6 бала болатын. Оның үлкеніне кішілері еріп отыратын. Тіпті үлкен балаға ата-анасы өзі жұмысқа кеткен кезде соларды сеніп тапсыратын. Оның бірде-біреуі жоқ. Сонымен айтайын деп отырғаным, баланың тілі шығу үшін әрбір сөзді 70-тен 500-ге дейін қайталау керек. Бұны тіл мамандары жақсы біледі. Бірін айтып біріне кетеміз дейін, бірақ мысал ретінде бұл өте керек. Біздің жастау заманымызда жоғары оқу орындарының 30-дің шамасындағы ұстаздарын Африкаға, Латын Америкасына 3 жылға жұмыс істеуге алып кетіп жатты. Мен дүгіттеді, мен бармадым, себебі балаларым жас. Сонда Москвада 1 жыл дайындайды. Москвада Горький паркі деген парк бар. Ұзындығы 500 метр, жарты километрдей, енен шамалы. Сонда жаңағы курстың студенттері, тыңдаушылары, ағылшынның немесе португал тілін оқыған біздің досымызды білесіз ғой өзіңіз. Сонда жаңағы әрбір сөзді жаттау үшін парктың мына шетіне дейін барады екен. Бара жатқанда бір сөзді айтып барады 500 рет, қайтарда екінші сөзді айтып барады 500 рет. Айталық 50-60 сөз берген болатын болса, сонда бәлен километр жүріп отырады. Бұны белгілі нәрсе мен айтып отырғаным. Сондықтан бала сөйлеу үшін жаңағыдай көп қайталау керек. Сол нәрсені қалыптастыру керек. Екінші сіз айтқан тіл мәселесі. Ол орыс тілінің өзін сол 2-ші класстан бастап енгізетін, қасымызда жүрген. Ал шет тілін 5-ші класстан. Шынына келген кезде кез келген тілді кез келген уақытта үйреніп алу керек. Мысал келтіре салайық. Егемендік алғаннан кейін бізде шетелдік компаниялар кірді. Олар өздеріне қызметке алу үшін сен шет тілді меңгергенің керек болды. Қазір біздің қазақтың 40-қа дейінгі, 50-ге дейінгі кісілер өз тілін білмесе де шет тілді біледі. Демек, мәжбүрлік болу керек, қажеттілік болу керек. Егер соны игерсең, сенің жағдайың жақсарады, айлығың көтеріледі, қызметің өседі дегендей сияқты болатын болса, тілді кез келген уақытта, кез келген жаста игеруге болады. Сондықтан мен бұл саясатқа қарсымын. Себебі алдыменен бала өзінің тілін игеру керек, өзінің тілінде ертегілер оқу керек, өлеңдер оқу керек, керек болатын жаңа сіз айтып отырғандар поэма, қысаларды оқу керек. Сөйтіп тіл байлығын, ойлау қабілетін қалыптастыру керек. Содан кейін барып екінші тіл, содан кейін үшінші тілге көшу керек. Жайлап, үшеуін бірдей меңгеру мүмкін, кейбір қабілетті балалар меңгерер, бірақ жалпы бұны меңгеру мүмкін емес. Енді осы жерде тағы бір сұрақ туындайды. Ендеше бізде жалпы қазақ мектептері, мектеп оқулықтары оқу, жалпы қазақ балалары қазақша оқығанымен
солардың бәрі жай кезеңде қатынас тілі басқа тіл. Бұған мен ойлаймын басты себеп үйдегі қатынас шығар. Себебі қазақ тілінде оқиды, қазақ мектебін бітіреді, бірақ көшеге шыққан кезеңде араласатыны не орыс тілінде, немесе басқа тілде. Басым жағдайда орыс тілінде араласады. Сонда олардың қазақ мектебінде оқыды деген аты ғана қалып қойып жатыр. Бұл жағдайды қалай түзетуге болады? Дұрыс айтасыз, дұрыс айтасыз. Мына Алматы, миллионды қалалар, Шымкент, Астана, сосын облыс орталығында дәл осындай жағдай. Ауылда болса да енді ол амал жоқ, өз тілінде сөйлейді ғой. Сосын қаланың тұрғындары, өзіңіз білесіз, мен қатарлы кісілер, менен үлкен кісілер балалардың бәрін орысша оқытқан. Онан туған балалардың немерелерін ол қазақша үйрете алмайды. Проблема осы жерде. Проблема осы жерде. Мұны тіпті шешуі көрініп те тұрған жоқ. Тек баланың өзінің ықыласы болып, ата-анасының өзінің ықыласы болып, сонда ғана бұл мәселе мүмкін шешілер. Кезінде ол іске мен көп араластым. Үлкен екі балам орысша оқыды, шешесі солай қалады. Ал онан кейінгі балалардың бәрін қазақша оқытуға тырыстым. Сонда 86-87 жылдары өткен ғасырдың Шона Смаханұлы тағы біраз жазушыларымен біз жүріп бірнеше мектеп аштық. Қазақ мектебін аштық. Сол сияқты қазірде осындай бір науқан жүргізу керек болады. Және де жүргізгенде оны түсіндіру керек болады. Әлгі Мұстафа Шоқай көкеміз айтқан ғой, баланың тілі қай ұлттың тілінде шықса, сол ұлттың мүддесін кейін күйттейді деген. Соған қызмет етеді. Соған қызмет етеді. Солай болады. Сондықтан өзіңнің тіліңді білмесең, өзіңнің тарихыңды білмесең, өзіңнің менталитетің, өзіңнің ұлтыңның менталитеті қалыптаспаса, ол адамнан үлкен болашақ күту қиын. Енді бізде жалпы орта мектептер бар. Қосымша бізде гимназиялар бар. Біз оларды ерекшелендіріп, гимназияда деп ода шыққан балдар ерекше болады дейміз, бірақ қарап тұрсаң, сол екеуінде бітірген балдардың білім деңгейінде қатты айырмашылық жоқ. Бұған не айтар едіңіз? Дұрыс айтасыз. Қазір гимназия деп өздерінше лицензия алып басады, соны ашады, бірақ бағдарламасы мүмкін, тіпті мен бағдарламасына үңіліп көргенім жоқ, мүмкін айырмашылығы болуы мүмкін, сәл күрделі бағдарлама болуы мүмкін гимназияда, бірақ соны қаншалықты игеріп жатыр, оның сапасы қандай? Оған жаңағы сіздің айтып отырған салыстырмалы түрдегі ой пікіріңізге толық қосыламын. Себебі, енді осы жерде менің баяғыдан толғандырып жүрген мәселе, бастауыш мектептен университеттің профессоріне дейін, ортада әлгі лицейлер, училище, колледж, техникумдар алады, институттар қалады. Соның барлығының сабақ беретін ұстаздары, оқытушылары өзінің қойған бағасына жауап бермейді. Мысалы, екінің орнына кейде белгілі себептер бар, керек болатын болса оны ашып айтамыз да, 3 қоюға тура келеді. Ол деген не деген сөз? Ол деген сөз ұлттың, мемлекеттің, халықтың болашағына балта шаптым деген сөз. Бірақ осы нәрсе бізде үрдіске айналып кетті. Мен енді 60 жыл деңгейінде өзім студент уақытымнан бері қарап, ұстаздық уақытынан бері қарап 60 жыл осы жүйенің ішінде жүрмін. Сонда бір адам, жаңағы оқытушы, өзінің қойған бағасына жауап бермейді. Проблема осында. Әрі қарап дамыта берсек, айта берейік. Демек, емтихан қабылдаушы, орысшасы экзаменатор деген статус енгізу керек. Ол экзаменатор кез келген адам бола алмайды. Мысалы, бір мектепте 10 жыл және математика болса, сол математиканы беріп жүрген адамды үкімет қолына аттестат беріп, емтихан қабылдаушы дейді. Ол бастауыш мектептікі, негізгі мектептікі, орта мектептікі, колледждікі, училищенікі, университеттікі болуы мүмкін. Сондай нәрсені беру керек. Оған қосымша ақша төлену керек. Мысалы, мен шамаменен былай есептеп көрдім, енді әлгі ұлттық тестілеу деген, оған кететін қаржы, бәрін есептесек, соны мектептің
мектептің оқушылар санына есептесек, сонда менде мынандай нәрсе шықты. Бастауыш мектеп, негізгі мектеп, орта мектеп, осылардың барлығының балалардың, оқушылардың санына шаққан кезде, жаңағы емтихан қабылдайтын мұғалім әрбір баладан емтихан алғаны үшін менің бүгінгі есебім бойынша оны әлі пысықтау керек. 30 мыңнан 50-60 мыңға дейін, тіпті 70 мыңға дейін де жетіп қалуы мүмкін. Сен 10 баладан емтихан алсаң, 300 мың, 20 баладан емтихан алсаң, жарты миллионнан асып кетеді. Бұл қызығушылық біріншіден. Ал мен бір балаға 2-нің орнына 3 қойып, ол айталық жоғары оқу орнына, немесе колледжге, немесе басқа жерге емтихан тапсырып құлап қалса, бітті. Менің жаңағы емтихан алушы аттестатым өмір бақи жойылады. Сонда жаңағы менің айтып отырған ережем бойынша мектептің мұғалімі шамамен 22 жаста институтты бітірсе, 10 жыл жұмыс істеді, 32 жаста болады. 33 жаста болады әркез, 34-те болады. Сонда пенсияға шыққанша жаңағыдай қосымша ақша алатын болса, ал бір ғана жіберген қателік үшін онан айырылып қалатын болса, онда жаңағы қазіргі біздің мәкесі әке анау еді, мынау еді деген нәрсе жүрмейді. Ағайын, менің жеп отырған наным, онан айырыла алмаймын дейді. Міне, жай ғана шешім. Бұны үкімет қолға алса, бірден шеше алады. Ал енді бұның қатарында бізде жалпы оқу орындарының, әсіресе мектептің оқулықтарын реттеу керек. Оқулықтарына қаншама олқылықтар жетіп артылып жатыр ол. Бұл жеке бір тақырып қозғайтын болса. Бұл енді жеке айтылатын тақырып. Жеке айтылатын тақырып. Мысалы, бұл жерден де салыстырмалы түрде айтайын, біздің деңгейіміздегі Ресейдің азаматтары жоғары оқу орнында жұмыс істеген, сосын мектепте, басқару жүйесінде жұмыс істеген адамдар, бұдан 15 жыл бұрын, менің білгенім, 15 жыл бұрын осы мәселені көтерді. Кезіндегі айталық осыдан бір 70 жыл, 80 жыл бұрынғы өздерінің букварь деген кітабын қайта шығарды. Сосын орысша родная речь дейтін болады оларда, біздің енді әдебиет сияқты. Соларын қайта шығара бастады. Соны тарата бастады. Біз әлі ұйықтап жатырмыз. Сондай. Сондықтан оқулық деген мәселе өте күрделі. Менің Нұрлан Темірғалиев дейтін белгілі профессор Москва математик мектебінің түлегі 3 томдық математикалық талдау деген университетке жазған. Біз әдетте орыс тіліндегі жоғары оқу орнының оқулықтарын бері қарап аударамыз қазақшаға. Қазақтардың жазған, математиктен айтып отырмын, басқа жағын білмеймін, қазақша жазған оқулықтан орысшаға аударуға ұсыныс түскен сол Нұрлан Темірғалиевтің кітабы. Бұл жігіт енді соңғы 20 жылда осы мәселелермен күресіп келе жатыр, оны естіп жатқан құлақ аз. Кейбір жерлерде әрине пенде болғаннан кейін оның да кемшіліктері, қателіктері бар, бірақ негізінде оның ойы, идеясы мәселені жөндеу. Осындай жағдайлар. Оқулық дегенді бәрін қайтадан жазу керек. Және де мен енді бұл жерде айтып кетейін, менің идеямды біреулер пайдаланса оған қарсы емеспін. Оқулықтың деңгейі 5 деңгейде болу керек. Бірінші деңгей жалпы деңгей, оған 3 деген баға қоюымыз керек шартты түрде. Ол кейін ол тіл маманы болып кете ме, тарихшы болып кете ме, солар игеретін. Себебі математиканы білмейтін адам кез келген жерден қателеседі. Онда логикалық ойлау деген болмайды. Біреудің жалаң ұранына ілесіп кетеледі. Бұл туралы академик Арнольд деген кісінің, ол кісімен мен енді пікірлеспін, көптеген мәселесіменен ортақ болатынбыз, ол кісі дүние салып кетті. Сол кісі айтқан болатын, осының мақаласы бар, интернеттен басқа жерден тауып алуға болады. Жаңағыдай математиканы тым болмаса төменгі деңгейде игермеген адам, ол жаңағыдай жалаң ұран, сондай нәрсеге, қате нәрсеге ұрынып кетеді. Себебі логика дамымаған. Екінші деңгей айталық училищеге оқи алатын адамдар. Үшінші деңгей колледж, төртінші деңгей айталық институт бітіреді, айталық инженерлер өндіріске барып жұмыс істейді. Оған сол деңгей жетіп жатыр. Ол енді инженерлік есептермен айналыспайды, тек өндірісті ғана ұйымдастырады. Ал төртінші деңгей нағыз инженер. Инженер деген сөз ол өндірісте, техникада жаңалық ашатын адамдар. Солар арналған деңгей. Ал бесінші деңгей, мен математик туралы айтып отырмын, ол
мына біздің ұлттық университет, Евразия университеті, Қарағанды университеті сияқты мықты университеттерге арналған оқулық бұл. Сонда айтып отырмын ғой, оқулықтың кез келгені 5 деңгейде жазылу керек. Бұған мысал тек қана Москва университетінде Ильин деген кісі сол өзінің болгариялық шәкіртіменен Сендов дейтін кісімен екеуі 3 деңгейдегі оқулық жазды. Үлгі бар, бірақ мен соны 5-ге көтеріп отырмын. Себебі о кісілердің деңгейі шамамен соңғы мен айтқан 3, 4, 5 деңгей. Ал менің айтып отырғаным төмендегі 2 деңгейді сақтау керек. Себебі оның 3-ші деңгейді игере алмайды көп адам. Сондықтан соған төмен түсу керек. Бірақ логикасы дамиды, ойлау қабілеті оянады деген сияқты бұл керек нәрсе. Ендеше осы жерден тағы бір сұрақ туындайды осыған байланысты. Жалпы енді ұрпақ ұлт болашағы болатын болса, білім мәселесі басты мәселенің бірі болатын болса, егер ел дамимын, өркендеймін дейтін болатын болса, білімге күш салу керек. Ал енді сол білімді жеткізіп отқан ұстаздарға құрмет жоғары болу керек. Бірақ біздің мемлекетте, біздің қоғамда ондай қатты жоғары орын алып тұр деп мен айта алмас едім, турасы керек. Ұстаздар ондай деңгейде бағаланып тұрған жоқ. Мысалы, мынандай нәрсеге қарауға болады, біздің мемлекетте әртүрлі ұстаздар күні деген бір күнді белгілейді, онда да нақты датасы жоқ, бірінші аптасы, мына айдың деген сияқты. Ал мына Жапон елінде оларда ұстаздар күні деген жоқ. Оларда жыл 12 ай ұстазға құрмет. Яғни қай кезеңде болсын, қай ортада болсын, қай жерде болсын, ұстаз десе ол ұстаздың орны жоғарыда. Бірақ бүгінде біз ұстаздарды қолбалдарға айналдырып жіберген жерлеріміз бар. Қала берді ұстаздықтан қашады, себебі біріншіден алған кезеңде еңбектері бағаланбайды, айлық деңгейлері сол еңбекке татымайды шынына келген кезеңде. Ал енді оларға деген құрмет жоқ, қолбала көрінген іс-шараларға соларды араластырады отырады. Бұл да жоқ емес, бұл проблема бар. Дұрыс айтасыз. Ал енді осының сыртында, осыған қосымша бізде бүгінде репетитор деген нәрсе бар. Репетиторлық жасап жүргендер бар. Қосымша әртүрлі бірінші алған кезеңде қосымша әртүрлі табыс көзі, екінші алған кезеңде шын білімді адамдар өзінің шәкірт шығарылатын, баланың деңгейін көтере алатын, өзіне сенімді болған адамдар деп қабылдаймын мен өз басым. Әрине олардың еңбегін бағалап, оған жоғары баға айтар едім мен мысалы. Осы репетиторлар бүгінгі сабақ беріп жатыр, жақсы, талай көріп жүрміз, артта қалып қойған балдары сүйреп алға шығарып жатқандар да бар. Балдар солардың қосымша алған сабақтарының арқасында жетістіктерге жетіп жатқан жерлері де бар, оны да көріп жүрміз. Бірақ дегенмен осы репетиторларда бүгін болмаса ертең бәрібір салық төлеуге мәжбүр болып қалады ғой, міндетті болып қалады. Себебі қосымша табыс көзі, былай алған кезде қарайтын болсақ, өзің заңмен қарайтын болсақ. Ал енді сонда базарда затын сатып отырған саудагерде сол салық төлейді, мына жүрген репетиторда ол салықты төлейді. Сонда қалай болады осы нәрсе? Осыны бір шешім жолдары бар ма? Өз көзқарасыңыз осыны білдіріп кетсеңіз. Дұрыс айтасыз. Жаңа мектептің мұғалімі, жалпы оқытушының мәселесін айта кетейік. Қазір бізде жалған ұранға еріп, оқушы құқығы деген мәселені біраз жерге дейін апарып тастадық. Керек болатын болса, министерстводе сол оқушылардың құқығын қорғайтын инспектор бар, омбудсмен дейді оны. Солай бар. Ал оқытушының, мектеп мұғалімінің, техникум, колледж, университет, институттардың ұстаздарының құқығын қорғайтын бірде-бір заң жоқ. Мысалы, мектепте мұғалімге кәдімгі балағаттап кетуі мүмкін. Мұғалім ештеңе істей алмайды. Сосын ата-ана қазір сауатты болып кетті, тырнақшаның ішінде. Ол баласына ақыл айтса, сен менің балама ескерту жасадың, сен даусыңды көтердің деп оның үстінен арыз жазады. Жаңа сіздің айтып отырған мектептен қашатын бір нәрсе осы. Осыдан 3 жыл бұрын ба, 4 жыл бұрын ба мектептің айлығын тым жақсы көтерген. Бірақ 1 жылдан кейін жүктемені көтеріп жіберді де, қаз қалпына түсті. Сондай болып қалды. Ал тіпті енді жаңағы ата-аналардың тырнақшаның ішіндегі сауатты жағдайы, мысалы 55 жыл, 56 жыл жоғары оқу орнында жүрген маған ақыл айтқысы келеді. Сіз дейді, менің балама айталық бағаны төмен қойыпсыз дейді. Ал егер де сол баланы комиссиямен қабылдайтын болса, ана балаға мен 3 қойған болсам, оған 3-те қоюға болмайды. Міне осындай деңгейге жеттік. Сондықтан мен мына үкіметке бір хат жазғанмын.
Әлгі әрбір біздің бұрынғы бір министрлік қазір екеу болып кетті. Соның әрқайсысында әлгі оқушының құқығы дегенмен қатар оқытушының құқығы деген нәрсені қатар қарау керек. Сонан кейін жаңағыдай бұрын былай болатын, енді біз бала күнімізде болғанда мұғалімменен айқасып жаңағыдай тілдесіп бірдеме еткен баланы оны спец мектепке жіберетін. Спец мектеп деген сөз мына Алматыда қазіргі Райымбек, ол кездегі Ташкентский көшесінің бойында арнайы колония болды. Жаңағыдай қазақша айтқанда бұзақылар. Ол колонияға мен енді кезінде белгілі бір қызметтің деңгейінде 2 рет кірдім. Ана жердегі балалармен сөйлескенмін. Қызылордадағы сондай колонияға барып мен сабақ жүргізгенмін. Сондықтан оны ішінен білемін. Солай ету керек. Егер енді мұғалімге ол қарсы келіп, онымен тайталасып тұратын болса, ол қандай оқушы болады? Басқа оқушы одан үлгі алады. Мұғалімде беделі жоқтау сол. Осындай жағдай. Екінші анаңыз батысқа еліктеу де бар ғой. Олар енді ұстаз деп қабылдамайды, онымен тең сөйлеседі. Қалаған кезде орнынан тұрып шығып кете салуы мүмкін. Бізде соған қарап еркіндік дегенді ұғынып жүрміз. Ол еркіндік жалған еркіндік. Сен оқығың келмей ме? Оқыма. Ал жаңағыдай болып қарсылатын болса, менің де азамат ретінде, адам ретінде, оқытушы ретінде менің құқығым бар ғой. Ал неге бұзылу керек ол? Неге ол аяқ асты болу керек? Міне мәселе тұр. Біздің заңгерлеріміз қазір енді табанының бір жоқ деп айтсам өтірікші болмаймын. Әлгі билік не айтады, басшылығы отыра береді. Бұның ішінде мен жақсы көретін белгілі ғалымдар бар. Көрінетін нәрсені көрмейді. Уақыты келген кезде тағы да бір-екі мысалды айтармын, енді қазір осымен тоқтай тұрайық. Ал жаңа репетитор мәселесін. Репетитор мәселесі бұл өте керек мәселе. Мен енді мысал келтірейін. Біздің оқыған кезімізде алгебра деген пәнді Киселев деген кісінің кітабымен оқығанбыз. Киселев деген кісі Санкт-Петербург университетінде студент болып жүріп, байлардың баласына репетитор болып сабақ берген. Сол кітапты біз айталық 67-68 жылғы өткен ғасырдың алып тастадық та, алгебра элементар функциялары дейтін кітаптар шықты, Кочетков дейтіндердің. Киселевтің кітабы алынып қалды. Ал Израильде бүгінге дейін сол Киселевтің кітабымен оқытады. Біздің белгілі ғалымдарымыз, жаңағы Арнольд деп отырған ақсақалым, менің қайтыс болып кеткен академик, тағы басқа академиктердің пікірі де сондай. Алгебраны Киселевтің оқулығымен оқыту керек дейді. Себебі ана жерде еркін, қарапайым тілмен түсінікті етіп жазылған. Қазір не, сіз оқулық шығарғыңыз келсе, айталық, онда сізді көлемменен қысып тастайды. Бәлен баспа табақтан артпау керек. Сонан кейін не болады? Материалды толық бергіңіз келеді. Орын аз болғаннан кейін оны қиындатып жазасыз, қысқартып жазасыз. Міне проблема. Сондықтан репетиторыңыз тағы да айтып кетейік. Репетитор, сіз айтқандай, шынымен халықтың, елдің, мемлекеттің мүддесіне жұмыс істеп отырған адамдар. Мен ұсыныс жасаймын, Құдай қаласа, ұсыныс жасаймын. Парламентке ұсыныс жасаймын. Мына репетиторларды салықтан босату туралы заң қабылдау керек. Бітті, сонан кейін тынышталады. Мен ұсыныс жасаймын, Құдай қаласа, тірі болсам. Енді олай болатын болса, жаңа айтып кеткендей, Совет дәуірінде оқу енді мектеп жүйесі сәл басқаша болды ғой. Өзімізде сол мектепті бітірдік, Совет мектебін бітірдік кеңес дәуірінде. Одан бері де бір 40 жылдай уақыт өтіп кетіпті. Қарап тұрсам, ол кезеңде емтихандарда ауызша жазбаша тапсыратын еді. Адамдар алған білімін басында сақтайтын еді. Сен басында не бар, соны бересің, қатқа түсіресің, емес ауызша айтасың әртеуір. Одан артық нәрсе сенен шықпайды. Егер ол сенде жоқ болатын болса, айтарың да жоқ қой, енді былай алғанда. Соған қарай бір баға қойылатын. Біз бүгінде білім сапасы көтерілді дейміз, ғылым дамыды дейміз. Дей тұрғанмен, қазіргі білім алып отқандардың жағдайын сол кездегілермен салыстыра алмас едім. Ол кезеңде адамдар ойынан бір нәрсе айта алатын, шығарма жаза алатын, ойын жинақтап жеткізе алатын. Өкінішке орай бүгінгі екі сөздің басын құрап айта алмайды. Ой пікірлерін ашық жеткізе алмайды, толыққанды жеткізе алмайды, әртүрлі бір нәрсені айтады. Ал енді қарап тұрсаң, қазіргінде мынандай нәрселерге бір куәгер болып қалдық. Дүкенге барып тұр, бала қолындағы тірі ақшаны санап бере алмайды.
тек қана цифрмен ғана және соткамен аударғанға үйренген. Былай алған кезеңде цифрларды ғана соткамен таниды, ал былайынша санап соны үдесінен шыға алмай тұр ақшаның. Үлкен класстың баласы. Енді бұдан қосымша жақында бір эксперимент жасап жүргізіп жүр жастар бір неде. Балдар сағат тілін танымайды. Яғни цифрлық сағатты таниды, қолға тағатын сағат, бұрынғы сағаттарды ажырата алмайды. Үлкен класстың балдары. Сонда біз қайда жеттік деген сұрақ туындайды өзіне өзі. Біз жоғарылап деп төмендеп кетіп бара жатқан жоқпыз ба деген нәрсе. Оған не айтар едіңіз? Дұрыс айтасыз. Қазіргі мына жерден бастайық, сосын сәл шегінеміз. Мына тест деген нәрсені мен зерттеп көрдім. Бұл ақыл есі бүтін емес, бірақ сол адамдарды, балаларды қоғамның мүшесі етіп белгілі бір тірлік жасауға үйрету үшін тест деген нәрсені ұйымдастырған. Айталық, әлгі отвертка дейді ғой, соны гаишный ключтен ажырататын болса, сосын белгілі бір кәсіпті үйретсе, соған арнаған нәрсе бұл. Екінші тест деген нәрсе оңтүстік Африкада шықты. Онда Францияның қарамағында болды, отарында болды. Сосын техника шыға бастарды. Әлгі шынжырлымен былай айналатын механизмдер шықты. Сонда ана жерден жергілікті адамдардан жұмыс алады ғой. Сөйтсе екі шынжырдың арасына тас қойып қояды бүйтіп. Не шынжыр үзілу керек, не тас сыну керек. Екеуінің біреуі болады. Сонда жаңағы жергілікті халықтың уәкілдері тістері ақсиып жаңаға күліп отырған. Ай, мыналарды болмайды екен. Бұлардың кішкене сауатын ашу керек екен дейді. Ал ол кезде Францияда бір профессорге 7-8 баладан артық бермейтін. Енді ана жақтағы сонша профессор жібере алмайды ғой. Сосын 300 адамға бір профессор жібереді. Ал оны 300 адаммен сіз жеке сөйлесіп үлгермейсіз. Сондықтан жаңа жеңіл-желпі сұрақтарды айтатынын айтады, сосын тексерген кезде, емтихан алған сияқты болған кезде жаңағыдай жеңіл-желпі сұрақ береді. Онда жауабы дайын тұр, сіз жауап іздеп не қылмайсыз, әуре болмайсыз, кез келген нәрсені белгілей саласыз. Болды. Міне тест деген нәрсені бізде мемлекет деңгейінде, басқа елдерде де, төменгі деңгейде, элиталық нелерде ол жоқ. Төменгі деңгейде бізде таңды. Қазір оған да 35 жылдың төңірегі болды ғой деймін. Одан да асып кетпесе. Міне бәленің бәрі осында жатыр. Ол қаншалықты қажет еді? Енді оны біздің үкіметті менің естуімше мәжбүрледі. Егер мынаған көшпесең саған әлгі кредит, тағы көмектер болмайды деді. Соныменен біздің үкімет соған амал жоқ, алдымен экономика, содан кейін басқа нәрсе деген бір ұран тасталды жалған. Сонымен 35 жылды біз босқа жіберіп отырмыз. Енді қазіргі балдар қарап отыратын болсаң, енті деген сөзіңізден шығады. Жалпы қазір біз балдарды мектепте оқытып отырмыз, бірақ бәрінікі дайын жауапқа үйреніп қалған. Қай сұрақ болсын, оның астында 4 сұрақ, жауап, 5 жауап бар. Сен тек қана дұрысын таңдасаң болды. Жаныңды қинама, басыңды ауыртпа, ананың ішінде сен қай жақтан еді, қай кітапты оқығаннан есіңе түсіріп жатудың да керек жоқ. Соны әртеу біреуін тура тапты, тура келіп қалса таптың, тура келмесе онда болды, енді өтіп кетті. Енді осының салдарынан біз барлық нәрсеге тек қана былай алған кезеңде кнопка басуға ғана үйретіп қойды. Басқа нәрсеге ақылымыз жетпей қалды. Ал мектеп бітірушілерді бүгінгі күнде қарап тұрсаң, бұл ЕНТ-ға ОБТ дейміз ғой, ОБТ-ға жан таласып дайындалады. Соңғы 11 жыл дегеніміз болмаса, 11-ші класты балдар оқып жатқан жоқ. 11-ші класты 1 жыл бойы тек қана көп жағдайда ата-аналар тест орталықтарына құдай береді, тест орталықтарына апарып береді. 1 жыл бойы бала салпақтап мектептен шыққаннан кейін сояққа барады. Оның бар жұмысы жаңағылардың тесттің жауабын жаттау. Басқа еш нәрсе жоқ ол жерде. Ол жерде бір дамытып, баланы бір одан білім жоғарылатқан еш нәрсе жоқ. Тек қана жауап жаттау. Яғни алған кезде біреу болмаса, осының ертең біреу келіп қалады, сен қорғанды дұрыс жауап бересің. Соның салдарынан жоғарғы бала алып, жоғарғы оқу орындарына түсіп жатқан қаншама бала бар. Оның білім деңгейі оны көтермейді, шын айтқа келгенде. Екіншіден алған кезеңде 11 жыл бойы жақсы оқыған балдар тест келген кезеңде шалынуы мүмкін.
түрлі себеп болуы, көңіл күйіне байланысты, басқа бір себеп, отбасылық жағдайына байланысты, немесе басқа бір жағдайларға байланысты көрсеткіш төмендеп қалған. Сонда оның 11 жыл жақсы оқығаны көктүйін болып қалады. Ал соның қасында жүрген екінші біреу, әйтеуір салпақтап жүріп 11 жылды өткізген адам, қарасаң ең жоғарғы балмен шығып жатады. Яғни кезеңде жасанды нәрсе, ол жасандылық көрсетеді. Енді бір қызық осы жерде сол, 11 жылды бітірді, былай қойдық, тестті жаңағыдай жолдармен өтіп отырмыз. Ал енді тест орталығынан жаттап шыққан бала, сол тест тапсырғаннан кейін сұрасаң, жаңағы нәрселердің біреуі есінде жоқ, білмейді ол. Дұрыс айтасыз. Әшейін жаттан жауаптар сол тест үшін ғана керек, басқа өмірдің жолында ол жарамайды еш нәрсеге. Оның бәрі әшейін жаттанды жауап. Олай болатын болса, бұмен де біз жақсы оқитындардың, қабілеттілердің жолын кесіп атқан жоқпыз ба деген сұрақ туындайды. Дұрыс айтасыз. Мына тестке көшкен кезде Сейілбек Қышқашұлы дейтін ағамыз болған. Ол кісі инженер болғанда кәдімгі жаңалық ашып жатқан инженер, рационализатор, толып жатқан куәліктері бар, Мәскеуден алған. Назарбаевқа қазақ газеті деген газеттен ашық хат жазды. Мен сізді құттықтаймын, бүкіл қазақты маймылға айналдырғаныңыз үшін деді. Сіздің айтып отырған нәрсені ол кісі осыдан 35 жыл бұрын айтты. Мен қосылдым. Қазір соған да келеміз. Қосылғанда кейінірек қосылдым. Аңысын аңладық бір 10 шақты жыл. Сосын оған қазір келеміз. Үкіметке, президент әкімшілігіне, премьер-министрдің алдына 110 беттік тұжырымдама. Проекттің жетекшісі өзіңіз білетін Бейбіт Сапаралы, ғылыми кеңесші Берікбай Сағындықұлы менің ұстазым, білесіз ол кісінде, ал авторы мен болдым. Оған кейін тоқтаймыз қазір. Сонда сіздің айтып отырғаныңыздың бәрі рас. Бізді қазір кез келген жерде шенеунік билеп отыр. Ол сауатты шенеунік болса жақсы. Ешқандай сауат жоқ. Мұрнының ар жағынан ештемені көрмейді. 3 күннен кейін болатын нәрсені ескермейді. Солар жаңағыдай нұсқау беріп отыр. Жаңа сіз айтқан тест. Айтады 5 жауап болсын дейді. Соның ішінде 2-еуі немесе 3-еуі дұрыс жауап болсын дейді. Бұл барып тұрған бассыздық, барып тұрған сауатсыздық. Мысалы, 1 дейтін сан, мен математиканы айта берейін енді. 1 дейтін жауап болады. 1 дейтін жауапты қалай қоясын? Е дейтін санның немесе А дейтін әріптің шекесіне 0 қоясын, 0 дәрежесінде деп. Немесе әлгі натурал логарифм деп айтар едім, менің әріптестерім сен. Натурал логарифм Е деп қоясын. Оны өзіне өзі сыйлайтын, өзіне өзі құрметтейтін адам ондай жазған өліммен бірдей. Мен үшін мысалы өліммен бірдей, жаңағыдай жазу. Бірақ сондайға мәжбүр болдық біз. Себебі жоғарыдан сондай нұсқау түседі, сондай не жасау керек болады. Ал жаңағы сіздің айтқаныңыз дұрыс, сол әлгі 5 жауаптың ортасынан 3-шісін белгілеп отырсаңыз, шамаменен адамның ол енді өзінің менталитеті солай болады, жаңа жасаған адамның, тест жасаған адамның. Сонан сіз кем дегенде 30%-ын аласыз. Міне. Сондықтан бұл тест деген нәрседен құтылу керек, түкке керегі жоқ. Енді жаңағыдай жындыханадағы, басқадағы болсаған амал жоқ, қолдана берсін. Сосын кейін тағы айтарым, мына Жапонияда басшылық жасап жүрген қызметкерлерге оларға тесттің жүйесі басқа. Уақыт болып жатса кейін оған тоқтармыз. Сондықтан тест деген бәледен құтылу керек. Мен мұны айтқаныма қазір айтайын 22-23 жыл болды. Ресми айтқаныма. Оған дейін де қарсы болатын. Сондай жағдай. Енді біз бітірген балаларымыз, әркімнің баласы өзіне алтын көрінеді ғой, бұл заңдылық. Әркім өз баласын қабілетті санайды. Білімдісін де, білімсізін де жаппай жоғарғы оқу орнына түсіріп жатырмыз. Әйтеуір мақсат диплом алу керек. Диплом алып шығады. Бірақ дегенмен сол дипломда не оқыған білмейтіндер қаншама. Шынай келгенде сіз енді жоғары оқу орнында жүрген адамсыз, бұны дағы жақсы білесіз. Көке жәкемен өтіп кетіп жатыр, әйтеуір амалдап диплом алуға жеткізіп жатыр. Бірақ шыққаннан кейін солар сол салада жұмыс істемейді. Істесе де оны жарытпайды. Сонда бізге бұндай мамандар қаншалықты керек? Дұрыс айтасыз, Бөке. Мына егемендік алғаннан кейін бізде жекеменшік оқу орнын ашу көбейіп кетті. Мысалы, менің Жетісайда туысқандарым бар, ағайындар, құда жекжат. Бір Жетісайдың өзінде, Тырнақшаның ішінде 2 бөлмелі, 3 бөлмелі пәтерде ашылған 7 университет болды Тырнақшаның ішінде. Себебі Ташкент қасында сенбі күні сол жердің профессорлерін шақырады,
сағат 8-ден кешкі 8-ге дейін сенбі күні сабақ өткізеді, қалса жексенбі күні өткізеді де оны басқа күнге жазып қояды. Сөйтіп талай адам диплом алды. Содан кейін ол дипломдар ештемеге жарамағаннан кейін адамдар ойлана бастады. Ірі беделді оқу орындарына ақша төлеп, ақшасы қымбат болса да соны оқысы келді. Оның үстіне 56 мың бала студент оқуға жоғары оқу орнына, бұл енді 94-95 жылдар болу, жаңылыспасам 97-98-де солай болуы мүмкін. Оның 26 мыңы грант, 26 мыңы кредит дейтін болатын. Кредитті сіз оқуды бітіргеннен кейін 5 жылдың ішінде ме, 10 жылдың ішінде ме жайлап жұмыс істегеннен кейін айлығыңыздан ананы өтейтінсіз. Қазір бәрі грант болып кетті. Гранттың саны қазір соңғы жылы 76 ма 77 мың болып кетті. Халқымыз 3 миллионға өсті. Өндірістің завод, фабрика, басқа өндірістің кеңгені шамалы. Сонан кейін тағы мына жерде реті келіп тұрған кезде айта кетейік проблемалардың көбін. Мысалы, заң бар бізде, білім туралы заң бар. Соның ішінде медициналық оқу орнына егер базалық аурухана болмаса, студенттер практика өтетін, медициналық мамандықтан лицензия бермейді. Ал басқа мамандық, енді мен математик болғаннан кейін бізде енді ғылыми зерттеу институттар бар. Содан кейін өзімізде практика өтеді, физмат-школда практика өтеді. Ол енді әйтеу шындыққа жанасады. Ал мысалы мен Политех университетінде мұнайдан бітірген баламның класстасы өте қабілетті азамат. Қазір енді 43-ге келіп қалды. Сол мұнай факультетін бітірді. Сөйтсе батысқа барып, Атырауға бардым, Ақтауға бардым, қазір жадымда жоқ. Сонда барып, бір ай жалақысыз, ешқандай ештемесіз барып бір компанияға жалынып, сол жерден көмекші болды, үйтті, көріп жүргеннен кейін өндіріске жақындағаннан кейін тәжірибе алады ғой. Сол сөйтіп келіп мына университетті бітірді. Кейін өзі 3 тіл біледі. Итальян тілін біледі, французды біледі, ағылшынды біледі. Оманда жұмыс істеді. Оман деген өте бай ел ғой, өзіңіз білесіз. Сонда жұмыс істеді. Қазір шетелдің бір компаниясында өте белгілі қызмет атқарады. Міне жаңағы баланың жағдайы сондай. Өзімнің атын атамай-ақ қояйын, туысқанымның баласы. Осыдан 1 жыл бұрын ба практика өту керек болды. Практика өтуге орын таба алмады. Сөйтіп тамыр таныс бірнеме арқылы қысқасы справка алып барып өткізді. Менің білетінім, менің балаларым баяғыда бітіріп кетті, сондықтан немереме әлі 3-ші курста, сондықтан енді кейбір нәрседен білмеуім мүмкін. Сондай. Осындай жағдай бар. Жаңағы сіз айтқандай, түкке жарамайтын маманның керегі жоқ. Оның екінші жағы бар. Оны үкімет біліп отыр, біздің арнаулы қызметтер оны біліп отыр. Адамның деңгейі өскеннен кейін сенің мына қалтаңда экономистің дипломы, мына қалтаңда юристің дипломы, мына жақта колледждің дипломы. Бірақ соның көпшілігі мына барахолка дейміз ғой, базарда арба сүйреп жүр. Сондайлар көп. Иә. Демек, ол іштей қыжылдап тұр ғой. Оның ішінде тәуірлерде болуы мүмкін, бірақ өмір соны мәжбүр етіп тұрған. Солардың барлығы біздің жүйеге қарсы болады. Керек болатын болса, үкіметке қарсы болады. Орысша айтқанда социальный взрыв болуы мүмкін. Осы неге түсінбейтіні мен таңым бар. Билікте отырған азаматтарды айтам да, осы неге түсінбейді? Әрине, оны арнаулы қызметтер бәрін түсінеді. Барлық адам бақылауда, менің айтып отырғанымнан соткіде естіліп жатыр. Оны жақсы білеміз, бірақ дегенмен осыны басқаша ету керек. Жалпы өзіңіз жоғарғы оқу орнында сабақ беріп жүрсіз. Шығарып жатқан талай шәкірттеріңіз бар. Жалпы соларға көңіліңіз тола ма, алып жатқан білімдеріне бір? Екінші жинаған кезеңде мына бүгінгі бакалавр, магистратура, PhD, докторантура осы салаларды қамтып біраз нәрседен айтып кетсеңіз. Айтайық, мен енді ғана диссертация қорғап ұлттық университетке ауыстым. Тәжірибе енді жалпы былай білім болғанмен 10 шақты жыл жоғарғы оқу орнында қызмет істегенмен тәжірибе аздау. Сол кезде бірінші жылы маған диплом жұмыстың жетекшісі болуға тура келді. Сосын бір 3 адамға жетекші болдым ғой деймін. Жаңаларға тақырыпты бердім. Тақырып ол енді Новосібір мектебінен ғалымдарының ізі. Сонда жаңағы балалар маған
менің шамамды білген болуы мүмкін. Иә, сосын тіпті менің көмегімнің қажет болмағаны соншалықты маған тек диплом жұмысты жазып алып келді. Кейін солардың бәрі ғылым кандидаттары болды. Өткенде Фейсбукта жүр, біреуі уже марапат алып, ордында медаль тағып тұр. Бұл 78 жылғы айтып отырмын. Ал онан кейін мынау бакалавр, магистр, PhD деген нәрсе шықты. Сосын бакалаврымыз 4 жыл, не ол жоғары білімге жатпайды, ештемеге жатпайды. Жер мен көктің ортасында қалды. Магистратураны бітірсең, магистратураны 2 жыл оны оқып бітірсең, онда сен жоғары білімді деп есептелінеді. Ал PhD енді оған кейінірек тоқтармыз. Бакалавр, магистратура, PhD дегендер бұл сабақ беру үшін керек. Ал өндірістегі инженерлерге, болмаса практикалық дәрігерге оның түкке де керегі жоқ. Сондықтан не істеу керек? Мен мұны жаңағы өзіміздің ұсынысымда да айтқан болатын, 2003 жыл деп отырмын ғой. Сонда да айтқан болатын, соның кейбір жерлерін қамытып отырамыз реттеген кезде. Оқу 5 жылдық болу керек. Оқу 5 жылдық болу керек. Сен оқуды бітіресің, мектепке кетесің ба, өндіріске кетесің ба, басқа жаққа кетесің ба, билікке кетесің ба, оған бакалавр, магистрдің түкке де керегі жоқ. Ал бакалаврский экзамен деген экзамен қойып қойылғы, емтихан. Жаңа 5 жылдық оқыған нәрсеңнен, айталық математика болса, соның барлығына сен емтихан тапсыруың керек. Сосын саған сол үшін бакалавр, айталық математика бакалавр деген дәреже беру керек. Бұны дәреже деп айту керек, деңгей деп айту керек. Дәрежеге жатпайды ол бакалавр. Бұл дәреже деп алдағандай қалады, академический дәреже деп қояды, ол дұрыс емес. Сонан кейін сол адам магистратураға түседі. Қазір магистратураны 2 жыл қылып қойды. Және де онда тарихты оқытады, тілді оқытады, тағы бір неме оқытады. Сонан кейін мамандыққа сол 1 жылдың көлігінде қала ма, қалмай ма, ол да белгісіз. Не қылу керек? 1 жыл бойы тек ол мамандығын ғана оқу керек. Арнаулы курстарға, профессордың лекциясына қатысу керек, өзі семинар жүргізу керек. Ең соңында бітіретін кездерде өзі жаңа дәріс, лекция оқу керек. Студенттермен жұмыс істеуді үйрену керек. Міне, сонан кейін жаңағы емтиханын тапсырса, қазір оған диплом қорғатып, тіпті керек болатын болса, мақала жариялатып, ол мақаланы жазатын оның деңгейі жоқ. Біз көзбояушылық жасап жатырмыз. Оны бәріміз білеміз, бірақ мен құсап еркін айтатын ешкім жоқ. Көрмегендей жүре береді көп менің әріптестерім. Себебі аш құлақтан тыныш құлақ, жатқан жыланның құйрығын баспайын деген ұстанымдамыз. Шынына келген кезде ол ғылымға енуге мүмкіндігі жоқ. Мектептің сыйқы жаңағыдай, жоғары оқуының бакалаврының деңгейі жаңағыдай, солардың ішінен іріктеп 5-10% магистратураға түседі. Міне сондай. Демек, магистрский емтихан деген қою керек. Ол магистрді бітірген адам, мен математика болса, математиканың бүкіл салаларын игереді. Университеттерде, институттарда сол практикалық сабақ, семинарлық сабақ, соларды жүргізілетін деңгейде болу керек. Оның бірде-біреуі жоқ. Сосын тек қана 1 жыл мамандығын оқу керек. Енді PhD-ге келейік. Жаңағы магистрлердің ішінен 1%, 2%, 5%, мүмкін 10% PhD докторантураға тапсырады. Бұл жерде толып жатқан құйтырқы нәрселер бар. Оған енді мен қазір тоқтап уақыт алмай-ақ қояйын. PhD-дің жетекшісі уақытында қорғатпаса, оған PhD докторант бермейді. Сондықтан жаңағы жетекшісі ананы қорғатуға мәжбүр. Ананы алдыңда алған докторантыңды қорғатпасаң, саған PhD докторант бермейді. Сенің енді күш қуатың бар кезде, жасың ұлғайып кетпей тұрған кезде, жаңағыдай беретін нәрсені беруің керек қой. Сол үшін келеді де жетекші PhD докторына көмектеседі. Енді олардың ішінде де бірең-сараң мықтылары болады, енді Алла тағала берген қабілет бар ғой. Көпшілігіне жаңағыдай көмектесуге тура келеді. Оған не істейді? Жаңағы ұстазыменен, жетекшісімен бірге, сосын шетелден де бір жетекшісі болады, солармен бірігіп, жаңағы мақалалар жариялайды. Міне, сонымен үйтіп, мен математиканы айтып отырмын. Басқа салаға енді кіре берсек, ол уақытты алып кетеді, ұзақ әңгіме сондай. Сосын бұрын математикадан диссертацияларды 9 ба
алдында 7 болды, онан кейін 9 болды, 11 мамандықпен қорқататын. Қазір математика дейді бітті. Соныменен қорқатады. Деңгейлер жаңағыдай, бірақ іштерінде қабілетті балалар болады. Қабілетті балалар, оны енді мысалдар келтіруге болады. Назарбаев университетінде жұмыс істеп жатқан жігіттер бар, PhD қорғап. Австралиядан, Америкадан, Франциядан, Англиядан қорғап келіп жатқан жігіттер бар. Олардың деңгейі аналардан тәуір. Оларға менің айтып отқандарым жүрмейді. Олар енді өз еңбегіменен, өзінің қабілетіменен оның бәрін өтіп жатыр. Сосын әрі қарап та ғылымды өзінің бақадар әліне қарап дамытып жатыр. Олар туралы әңгіме жоқ. Менің айтып отырғаным жаңағы дүмбілездерді айтып отырмын да. Дүмше молда деген сөз мода болып кетті ғой қазір. Дүмше PhD деп айтар едім оларды. Маған ренжиді, бірақ Платон менің досым, шындық маған құндырақ депті ғой. Сол сияқты мен шындықты айтып отырмын. Ашынғаннан айтып отырмын. Осындай жағдай. Тағы бір нәрсеге тоқтап кетейік осы жерде бауке. Бұдан шығудың жолы бар ма деген сұрағымыз туы керек қой. Заңдылық. Міндетті түрде шығудың жолы бар ма? Шығудың жолы бағанағы мен айтқан емтихан қабылдаушы статусы. Сосын емтиханды біз әділ қабылдайтын болсақ, ол әділ қабылдамасам, мен жаңағы аттестатымнан айырылып қалатын болсам, онда мен 2 қоюға мәжбүрмін. 2 алған бала қайда барады? Айталық, мектептің бастауыш класында, негізгі сыныптарда, орта мектепте олар қайда барады? Осы жерге біз қамтып кетейік. Сондықтан жаңағы біз берген тұжырымдамадағы репетитордан кейінгі, емтихан қабылдаушыдан кейінгі негізгі нәрсенің бірі, айталық, 1-ші сыныптан 8-ші сыныпқа дейін екісі бар балаларды келесі сыныпқа көшіріп отыру керек. Біз енді өтіргішті қойып көшіріп отырмыз ғой. Оның 3 қойғанмен оның білімі көбейген жоқ қой. Сондықтан екісі бар баланы көшіріп отыру керек. 4 жылдан кейін ба, енді бастауышты 3 жыл деп отырмыз ғой. 3 жылдан кейін оларды іріктеп, тәуір оқыған балаларды жаңа гимназиясына емтихан тапсыруға мүмкіндік беру керек. Орташаларын оны негізгі мектеп 4-ден 8-ші классқа дейін 6 жыл оқитын мектепке қабылдауымыз керек. Ол жерде де жаңағыдай 2 алған балаларды 4-ші сыныпқа, 5-ші сыныпқа, 7-8-ге жайлап көшіріп отыру керек. Сонымен беретін құжаттар да 4 түрлі болу керек. Екісі бар анықтамалар, ол барлық пәндер жазылып тұрады, қай пәннен қандай баға алды. Бізге 1, 2, 3, 4, 5 жетіп жатыр. Соны қоямыз. Бірақ екісі бар, справка береміз, анықтама. Бүкіл оқыған пәндері жазылып тұрады. Сосын қабылдаған емтиханды, сабақты қойған мұғалімдердің фамилиясы жазылып тұрады. Сонан кейін оларды мынау бұрын біз СПТУ, ГПТУ дейтін едік қой, профтехучилище. Оны енді қазір басқаша дейді. Соларға жіберу керек. Мінекей, слесарь, сантехник, штукатур, маляр, электрогазосварщик деген нәрселер бар. Қажетті өндіріске, каменщик деген нәрселер бар. Міне сондай мамандықты игерсе жетеді. Бірақ біздің конституциямызда заң бар. Қазақстанның әрбір азаматы орта білім алу керек дейді. Алу керек. Ала ма, ала алмайды, ол өзіне байланысты. Бірақ оқытуға міндеттіміз біз. Сондықтан жаңағы ГПТУ, СПТУ-да 9, 10, 11 оқиды. Сонда 9-ші классқа біз жалпы білімдендіру пәндерін енгізуіміз керек. Алгебра, геометрия, жаңағы математика, физика, басқа пәндерді енгізуіміз керек. Қандай деңгейде игереді? Ол өзінің шамасы. Бірақ бағаны жаңағыдай әділ қоямыз. Ол жерде де 2 алу мүмкін, енді 8-ге дейін 2-мен оқыған бала 9-ші класста ол енді 3-4 алып кетеді деп ойламаймын. Болатын шығар кейбіреулер енді, жастықпенен бірдеменен. Ол сирек кездеседі. Сондықтан 2 болса бола берсін. Бірақ үкімет оқу орны оған мүмкіндік берді, тыңдауға, оқуға. Бітті. Конституцияның бабының шарттары орындалды. Сонан кейін 2-сі жоқ анықтама болады. 2-сі жоқ анықтама, оның бірнеше жолы бар, оған келетіні. Оны алған балалар қайда барады? Оны алған балалар, онан
деңгейі жоғары, бұрын технический училище дейтін болатын. Онда мен өткенде өзіңізге айттым ғой, бір шамалы уақыт зам директор болғанмын, ол жүйені жақсы игергенмін. Соған жіберуге, ол кімдер? Ол телевизор жөндейтіндер, мына оборудованиелерді жөндейтіндер, осы жерде тұрған міне мыналарды қалай дейін, тоңазытқышты, кір жуатын мәшинені, тағы соларды жөндейтін. Сосын тіпті компьютер жөндейтін. Міне осындай мамандыққа жіберу керек. Бұл да 3 жыл. Мұны мен енді элиталық кәсіби мектеп деп атадым. Оның аты қалай қойсаң да мазмұны солай. Мазмұны ғой бұл жерде бізге керегі. Солай. Бұл жерде оны бітірген адам жаңағыдай кәдімгі нан табатын азамат болады. Күн көре алатын жағдайы болады. 11 класс бітірген кезде солар 18-ге келеді, ол кезде өндіріске кете береді. Және де соңғы жылы ана бірінші СПТУ-да, ГПТУ-да, мынауда соңғы жылы оқу орнының мастеріменен, мекеменің мастерімен өндірісте 1 жыл бойы стажировкадан өтеді. Бақылап отырады оның істеген істерін, дұрыс емес жерін жөндеп, сондай. Оқу орнының мастері, сосын мекеменің мастері жұмыс істейтін. Сонан кейін енді аттестат болады. Аттестат, куәлік. Бұл 8 бітіріп атқан балаға. Ол орта мектепке 9-шы, 10-шы классқа барады. Экзамен қабылдамай қойып алады. Ал сосын 4-шы класс бітіргенде де үлкен бүкіл 3 класс бітіргенде, мен бұрынғы немен кетіп жатырмын, 3 класс бітіргенде де бүкіл 3 жылдың бағдарламасынан емтихан тапсыру керек. Ол емтиханды жаңағы аттестаты бар адамдар алады. Ол бала гимназияға емтихан тапсырады. Гимназияға емтихан тапсырып қалып, біреу құлап қалса, жаңағы аттестаты бар адам, экзаменатор, экзамен қабылдаушы аттестаты бар адам аттестатынан айырылады, бағанаға айтып отырған. Сондықтан артық баға қоймайды. 8 бітіргенде де сол сияқты. Бүкіл 8 жылдық білімнің деңгейінде емтихан тапсырады. Ол үшін сіздің қолыңызда куәлік болу керек. Куәлігі бар адамдар, оның енді ережелеріне тоқтай бермей, куәлігі бар адамдар жаңағы дипломға емтихан тапсырады. Оны да қолында аттестаты бар экзаменатор алады. Бұл жерде де артық баға қойсаң, ол лицейге барып тапсырады. Лицейде құлап қалса, мен куәлігімнен айырылам. Жаңағы алатын, әрбір алатын 30 мың ба, 50 мың ба ақшадан айырылам. Өмір бойы оны қайталамайды еш уақытта. Сондықтан мен артық баға қоймаймын. Мүмкін кем баға қоюым. Сондай болмау үшін, жаңағы біздің ережемізде ондай емтиханды 3 адам қабылдау керек. 3 адам қабылдау керек. Айталық, мен экзаменатор болса, менің қасымда 2 адам отырады. Меніменен келіспесе, айталық, Асылхан, аға, мынауыңызбен мен келіспеймін. Сіздің орныңызға мен экзаменатор боламын, жауапкершіліктің мойныма аламын дейді. Асекеңде де аттестат бар жаңа, экзаменатор деген. Ол кезде менен жауапкершілік түседі. Мен тек экзаменатордың көмекшісі болып қаламын. Яна 2 адамның біреу болып қаламын, да Асекең шығып кетті. Асекең 2 емес 3 қойды. Шынымен Асекеңдікі дұрыс болған болуы мүмкін. Ана бала кейін тапсырып еді, жоқ, құлаған жоқ. Ондай жағдай болуы мүмкін. Себебі мен әрқашан талапты көп қоюға тырысамын. Себебі өзімнің аттестатымнан айырылмау жағдайын ойлайын. Сондықтан жаңағы өтірік көрсеткіш бірдеме деген нәрсе бізде болмайды. Бұның барлығы не қылу керек? Мектепте, училищеде, жаңағы кәсіби мектепте, колледжде, университетте енгізсек, бәрі өзінің орнына келеді. Тек осыны қолдау керек. Тіпті мен мақтанған боларым. Осы үлгіні бүкіл әлем алуына болады. Енді осы үлгіге қолдаушылар табылады деп ойлайсыз ба? Табылса, қазір табылмағанмен кейін табылады деп ойлаймын. Оған сенім мол. Себебі қоғам дамып келе жатыр. Өткенде бір түсілімде айттық қой. Біздің елден бүкіл дүниежүзінің қаржысы таралатын болады. Соған қоса 30 миллион білгір адамдар, мамандар, заңгерлер, кәсіпкерлер келеді. Сол кезде біз далада қалмауымыз үшін амал жоқ осын істеуіміз керек болады. Болмаса солардың шайын әкеп беріп, немесе бәтеңкесін сүртіп отыруға тура келеді. Соған келсем десе жүре берсін. Бұл айдан анық нәрсе. Уже елдің бәрі оны біледі. Демек, болашақта бұған көшеді. Оған менің сенім мол. Олай болмаса,
өзімізді өзіміз құрттық дей беріңіз. Енді осыңыздың жалғасы ретінде менде мынандай сұрақ туындап отыр. Бүгінгі күнде көптеген адамдарда, оның ішінде әсіресе лауазымды қызметте жүргендердің бірнеше дипломдары бар. Ал енді солардың басым бөлігі сол мамандықты игермеген, түсінбейді де. Бірақ ол диплом бар. Бұған қалай қарайсыз, не айтар едіңіз осы мәселеге? Қос-қостап дипломды алып, бірақ ол дипломның не түсінбесең, не білмесең. Тарихқа үңілуіміз керек болады. Мынау кеңес үкіметінің мен толықтай жоққа шығармаймын, толықтай қолдамаймын. Оңын оң деп өзімнің ойымша оңын оң деймін, терісін теріс деймін. Себебі өмір болғаннан кейін оның көлеңкелі бет те болады, күн бет те болады, сондай болады. Соның ішінде кеңес үкіметі орнаған кезде азамат соғысынан кейін білікті мамандардың бәрі шетелге кетіп қалды. Сондықтан большевиктерге өз мамандарын дайындауға керек болды, мәжбүр болды. Оны қайдан алады? Қалғандардың бәрі шиырық, миырық, шала сауаттылар, солардың ішінен оқытып бірдемелерді дайындады. Ол жеткіліксіз болды. Сондықтан өндірістер жүрген адамдар сырттан оқысын деді. Бәленің бәрі осы жерден шықты. Жұмыс істеп жүріп оқу. Ал жұмыс істеп жүріп оқу, оның ішінде сырттан оқу, ол далбаса, көз бояушылық. Оны ашықтан ашық айтамын, менің әлгі сырттан оқып бітірген туысқандарым да көп, танитындарым да көп, оның барлығы далбаса. Міне сол жүйе біздің егемендік алғаннан кейін де бола бастады, сондай көбейді. Сосын жаңағы біздің топ деп айта берейін, Сапаралы, Берікбай Сағындыұлы, мен, солар бәріміз бірігіп, үкіметке, президентке, администрация әкімшілігіне президенттің толып жатқан хат жаздық. Мақсат не? Мақсат бізде 200 бірнеме жоғарғы оқу орны, тырнақша ішіндегі университет ашылып кетті. Мұның көбінің керегі жоқ. Сонан кейін сырттан оқу деген бәлені жабу керек. Дистанцион оқу деген бәлені жабу керек. Оны тек біліктілігін арттыру курсы. Бір жетілік, бір күндік, 3 күндік, 1 айлық әрі кеткенде сондай ғана курске пайдалануға болады деп, онлайн дейтін бар ғой қазірге. Соны. Мынау болмайды деп. Сонымен сырттан оқу жабылды. Бірақ енді онлайн деген бәле дамып кетті тағы да. Жаңағы сіздің айтып отырған шенеуніктердің ананы бітірді, мынаны бітірді, мынаны бітірді дегеннің бәрі ол далбаса, көз бояушылық. Оны дипломы бар деп айтқан адамның өзі менің түсінігімде ол ақымақ адам. Өзін түсінбейді. Кім екенін түсінбейтін адам. Оны айтуға ұялар едім мен жаңағы мынандай дипломым бар деп. Бірақ біздің үкіметтегі жүйе осыны қолдап отыр. Кез келген вице-министрді алыңызшы, дәл сіз айтқандай нәрсе болады. Басқалардың биографиясы жарияламайды. Вице-министрге президент не берген кезде, распоряжение берген кезде сонда шығады. Ананы бітірді. Мен күлемін. Мынау маған сонан зачетта тапсыра алмайды деп. Мен жау көбейтіп отыр мына неде. Жау көбейткенмен мен енді пенсиядағы адам, маған не істейді? Пенсиямды алмайтын шығар, азаматтығымды алмайтын шығар. Сондықтан мен шындықты айтып отырмын. Бұл жанның кәдімгі ышқыну, не деуші еді, жан дауысы деген осындай болады. Жан айқай. Жан айқай деген осындай болады. Шындықты айтып. Сондықтан бұнан қашу керек. Шешімі қайда? Шешімі мынандай. Егер есіңізде болса, әлгі большевиктердің кезінде высшая партийная школа деген болатын. Болды. Академия общественных наук деген болатын. Соны талай ағаларымыз, талай достарымыз соны бітірді. Бірақ ол жерде минустары да көп. Бірақ дегенменен елді басқаруға, өндіріспен айналысуға, жалпы экономиканы игеруге оның көп септігі болатын. Мен осы жоғарғы мектеп деп атадым мұны. Высшая партийная школа деген сияқты жоғары мектеп дедім. Сосын аны академия дедім. Бұлардың бағдарламасын жасап қойдым. Осыдан 5-6 жыл бұрын. Бірақ жариялауға үлгергенім жоқ. Себебі әлгі идеяны ұрлайтын адамдар көп. Сонан қауіптеніп отырмын. Өліп кетсем қағаздарым қалады. Құдай қаласа өздерің соны игересіздер сосын. Академияның да несін жасап қойдым. Бағдарламаларым, қандай пән өту керек, қанша деңгейде өту керек, не өту керек, соның бәрін жасап қойдым. Ресейде бар, үкімет жанында
высшая школа рационального хозяйства дейді. Мына үлкен зауыттарды, үлкен фабрикаларды басқаратын, сосын әлгі облыстың, о жерде енді губерния ғой, солардың губернаторлардың орынбасарлары осындай нәрсені игеру керек. Себебі өндірісті түсінбесең, сен оны жасай алмайсың. Ана академия, бұрынғы академия общественный наука жоқ, бірақ соған академия жасау. Онда кім жасау керек? Енді айтып кетейін осы жерде. Мен айттым, жаңағы Генштабтың, қарулы күштердің Генштабының жоғарғы мектебі, қарулы күштердің Генштабының академиясы, сосын МИДтің, сыртқы істер министрлігінің, ішкі істер министрлігінің, КНБ-ның, ген прокуратураның, жоғарғы соттың, сосын жаңағыдай президенттің жанында болу керек. Қазіргі біздің неміз бойынша президенттің администрациясының жанында жаңа шаруашылықты басқаратын мықтыларды сол жерде дайындау керек. Ондай академиялар қазір бар емес пе енді? Бар, бірақ жаңағыдай сатыда болу керек. Жаңағы сатыда болу керек. Жерге қосымша айта кететін нәрсе, мысалы, қолында университет бітірген дипломы бар адам, оған тек дипломы бар адам ғана бара алады. Жаңағы куәлігі бар, анықтамалары бар адамдар оған бармайды. Сосын емтихан тапсырады. Емтихан тапсырса құлап қалса, мына дипломынан жерде алып қалады. Сондай қатты талап қою керек. Сосын оны енді бұрын жергілікті әкімшілік соларға рекомендация беріп, жолдама беріп бүйтіп отырған. Оның керегі бір жағынан бар шығар, оны қолдануға. Екінші жағынан айталық университет бітірген адам бәлен жылдан кейін өзі ана жерде шарттары бар, өз бетінше барып тапсыруға мүмкіндік беру керек. Ал ана жерде өз бетінше тапсырса, оны үкімет қаржы беріп қабылдай берсін. Ал сосын ол адамды бақылап отырады ғой. Егер қабілетін көрсетсе, іске жарайтын болса, оны кез келген жерге өзі қызметке жіберіп отыру керек. Міне осындай жүйе қалыптасса, жаңағы сіз айтқандай сырттан оқып, немесе бірнеме қылып, бірнеме ана мамандық, мына мамандық деген ол далбаса. Оның керегі болмай қалады. Ана жерде өтетін нәрсе өз күрделі нәрсе болады. Біріншіден, жоғары мектепте сіз халықаралық жағдайды білуіңіз керек болады. Халықаралық экономиканы терең білуіңіз керек болады. Халықаралық заңды терең білуіңіз керек болады. Сосын халықаралық билік жүйесін сіз терең білуіңіз керек болады. Сондай нәрселер бар. Мен де өзім шет жағасын ғана айтып қояйын. Осындай жағдай. Бұл шешілетін нәрсе. Шешімі көрініп тұрған нәрсе. Бірақ жаңағыдай сіз айтқандай қолдаушы табыла ма табылмайды ма, ол үлкен сұрау белгісі, бірақ амал жоқ, осыған келмесек біз жағдайымыз болмайды шамалы уақыттан кейін. Енді бұған қосымша мына президент жанындағы мемлекеттік қызмет академиясы жайында не айтарыңыз? Бұл өте керек орын. Бұл өте керек орын. Менің достарым да бір кезде оны басқарды. Балам сол жерде кафедра меңгеруші болып жұмыс істеді. Сондықтан мағлұматым біраз бар. Бұл өте керек оқу орны деп айта берейін, оқу мекемесі. Бұған жоғары деңгейдегі президенттің кеңесшісі, үкімет басшысының кеңесшісі, сыртқы істер министрінің кеңесшісі, содан кейін басқа да айталық ген прокурордың кеңесшісі деген сияқты жоғары деңгейдегі кеңесші деңгейіне өте алатын мамандарды дайындау керек. Оның артында тәжірибе болу керек. Кем дегенде ол министр болып жұмыс істеу керек. Кем дегенде ол депутат болуы мүмкін. Кем дегенде әкімшілікте бөлім басқаруы мүмкін. Президент әкімшілігін айтып отырмын. Сондай қызметтерді атқарған адамдардың ішінен жаңаларды оқыту керек. Реті керек болатын да, олардың ішінен премьер-министр қоюға болады. Президенттің әкімшілігінің жетекшісін қоюға болады. Мемлекеттік хатшы қоюға болады. Мен әдейі айтып отырмын, мемлекеттік хатшы деп. Мемлекеттік кеңесші деген ұғымның өзі ән жерде келіңкіремейді түсінген адамға. Кәринді мемлекеттік кеңесші деп отыр ғой. Шынына келгенде ол мемлекеттік хатшы болу керек. Солай еді ғой, сол лауазымды өзгертті. Бұған мен келісе алмаймын. Айтып отырмын, жау көбейтем дегенменен шындық маған керегірек. Міне солай болу керек. Бізде не? Кеңесші деп кімді барап қояды? Ән жерде министр болып отырып, немесе вице-министр болып отырып, болмаса бір бөлім меңгерушісі болып отырып, қызметтен түсіп қалса, президенттің кеңесшісі, ол президентке қандай кеңес айта алады? Деңгейі төмен ғой.
президентке кеңесші кім болады менің ұғымымда? Ол премьер-министр болған адам. Себебі бүкіл елдің экономикасын біледі, басқа нәрселердің бәрін біледі. Әкімшіліктің жетекшісі болған адам. Ол да көп нәрсені біледі. Кадр саясатты, басқаны. Сонан кейін мемлекеттік хатшы болған адам кеңесші бола алады. Сонан кейін сыртқы істер министрі болған адам кеңесші бола алады президентке. Ген прокуроры болған адам бәлен уақыт кеңесші бола алады. Қорғаныс министрі болған адам кеңесші бола алады. Бұлар ірі министрліктер ғой, күрделі. Ол кеңесші болады. Сонан кейін не қылу керек? Тағы да айтатын нәрсе бұл жерде сол айталық премьер-министр болған адам президенттің кеңесшісі болып тағайындалса, премьер-министрдің айлығын ол кісіге сақтау керек. Әлгі мемлекеттік хатшы болып, оның қызметтен түскеннен кейін, ана кісі қызметті тапсырғаннан кейін президентке кеңесшісі болса, анау айлығын сақтау керек. Сол сияқты осындай нәрселерді сақтау керек. Кеңесші деген бізде әлгі хоккей ойнаған кезде запасной ойыншылар отырады ғой. Сол сияқты бір жерде қызмет болса, ананы алып лақтыра салады. Сосын тағы да бұл жерде мен өзім жауымды көбейтіп отырмын. Президенттің немесе кез келген министрдің көмекшісінің деңгейі оның кеңесшісінен жоғары болады. Жоқ, ағайындар. Ол дұрыс емес. Кеңесшіге сен лайықты адамды таңдап ал, сайлап ал, тағайындап ал. Оның деңгейі сол жаңағы мемлекеттік хатшыменен, премьерменен, әкімшіліктің жетекшісімен деңгейі бірдей тұру керек. Тіпті керек болатын болса, ешкімге хабарласпай президент оны қабылдап отыру керек. Қазір президентке кіру үшін сіз администрацияның жетекшісінің рұқсатымен кіресіз. Немесе канцелярияға тірлік толып жатқан қитұрқы нәрселер бар. Ана кісілер тіке кіре беру керек болады. Кеңесші деген жоғары тұру керек көмекшіден. Көмекші керек. Оны мен жоққа шығарып отқан жоқпын. Көмекші үлкен рөл атқарады. Мықты көмекші болса, ол тіптен кәдімгі көптеген істі тындырып отырады. Міне сондай жағдайлар. Бүгіндікке біраз нәрсенің басын шалдық. Айта берсек айтатын нәрсе әлі көп. Әлі қамтитын нәрселеріміз тағы бар. Мен ойлаймын, бұл бітіп қалмайды. Ары қарай да бұл жалғасын табады. Себебі қазір халықтан көптеген сұрақтар туындайды. Ол да заңдылықты құбылыс. Сол үшін де біз өз ой пікірімізді айттық, ортаға салдық. Біреуге ұнар, біреуге ұнамас. Бірақ біз осыны жоғары жақтағылар естер, көрер деген үмітіміз бар. Олай болса, осыдан қажет деп тапса бір қорытынды болар. Егер жоқ біздің сөзіміз қажет болмаса, оны өз шешіп жатады ғой. Сол үшін де құрметті көрермен қауым, бүгінгі сұхбатымызды біз осымен аяқтаймыз. Келесі кездескенше қош сау болыңыздар. Бар болайық, бай болайық. Ой пікірлеріңізді қалдырып отырыңыздар. Біз міндетті түрде танысамыз, міндетті түрде жауап жазамыз. Сол үшін де біздің арнамызға жазылыңыздар. Алдағы уақытта да әлі талай тақырыптарды талдаймыз. Құдай бұйыртса. Сол үшін бізбен бірге болыңыздар. Сау болыңыздар.